Семей орманында өрт болып, ондаған отандасымыз опат болған кезде үкімет өкілдері 2023 жылдың 1 шілдесінен бастап орманшылардың айлығы өседі деп кесіп айтқан еді. Бірақ айтылған сөз айтылған жерде қалды. Жалақы орман шаруашылығындағы басшылық құрам мен санаулы мамандық иесіне қосылғаны болмаса, орман үшін от кешкен мыңдаған маман түкке жетпейтін жалақымен сол күйі қала берді. Аталған мәселені былтыр қыркүйекте дәл осы мәжілістің төрінен көтергенімде үкімет өкілдері, салалық министр жалақыны өсіреміз деп уәдені үйіктепті жұртқа. Тым болмағанда осы жолы оттан көйлек киіп, орман өртімен күресетін мамандардың еңбек ақысы өсер деп қатты үміттендік. Бір жыл дегенде Ақжолтай ақпарат келді. 2024 жылдың 1 шілдесінде премьер-министр Олжас Бектенов еліміздегі орман шаруашылығы және табиғатты қорғау мекемелері қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларына үстемақы қосу туралы қаулыға қол қойды. Бөркімізді аспанға атып алақайладық, расын айтайын. Құжатқа сәйкес, орман өртін сөндіру бекеттерінің, орман шаруашылығы мекемелерінің, қоршаған ортаны қорғау және орман орналастыру ұйымдарының қызметкерлері лауазымдық жалақыларына 100%-ға дейін өсімақы алуы керек еді. Олардың қатарында орман өртін сөндірушілер, өрт сөндіру көлігінің жүргізушілері, тракторшылар, радиооператорлар, өрт сөндіру машиналарын, жабдықтар мен аппараттарды жөндеу жөніндегі шеберлер, өрт бақылау мұнарасының бақылаушылары бар еді. Бұлай қарағанда қатардағы қарапайым қызметкерлер. Шіліңгір шілдеден бастап жалақымыз еселеп артады деп елдің еңсесі тіктеліп қалды. Бірақ 2023 жылы үмітінің күлі көкке ұшқан орманшылар 2024 жылы да дәл сол жағдайда бастан кешуде. Себебі аталған қаулы Батыс Қазақстан облысында, Қызылорда облысында, Арал ауданында, Павлодар облысында, Маңғыстау облысында, Қостанай облысында, Жетісу облысында орындалмады деген дерек келді. Орманшылардың ресми жазған арызы мінекей менің қолымда бар. Орманшылардың жалақысын көтерудің жүгі жергілікті бюджетке артылыпты. Ол қамбада қаржы жоқ екен. Қаулысы барда қаржысы жоқ.